Бүгін біз 48 сағаттың ішінде қысқа метражды кино түсіріп, бас жүлдені жеңіп алу мақсатымен конкурсқа қатысып жатырмыз. Команда мықты, дайындығымыз өте керемет. Сондықтан да бүгін бүкіл күшімізді осы проектке салатын боламыз. Конкурс туралы айтатын болсақ, мына мен артындағы тұрған университетке конкурс өте жоғары. 2011 жылы осы конкурстың жоғары екенін біліп, әбден дайындалып, осы университетке тапсырдым, бірақ конкурстан өте алмадым. Өте қиын кезеңдердің бірі болды мен өмірімдегі. Өз-өзімді қолға алдым. Неге басқа университетке түспеске? Біздің елімізде мықты университеттер бар ғой. Сонымен өз құжаттарымды жинап, Евразия ұлттық университетіне бердім. Сөйтіп осында керемет бір жылымды өткіздім. Сонымен бір жыл қайта дайындалдым, құжаттарым барлығын жинадым, сөйтіп тапсырдым. Түсерім түспесім әрине күмәнді болды. Бұл мен үшін өте бір үлкен сынақ болды, өте үлкен конкурс болды. Бірақ түстім, күшті болды. Түсіп 5 жыл осында оқып, бітіріп шықтым. Конкурстың нәтижелері 2 айдан кейін шығады. Өте көп жұмыс жасалынды дәл қазір. Осы менің каналымда сол кезде біз жариялаймыз. Қазір конкурстың шарттары бойынша оны сіздерге көрсете алмаймыз. Енді нәтижесі қалай боларын әлде уақыт көрсетеді. Десек те біз жақсы нәтижеге үміттенеміз ғой.